Беташар. Ұзатылған қыз күйеу жігіттің үйіне келгенде жасалатын әдемі салттың бірі беташар. Оның тәрбиелік мәні өте зор. Қайын жұртына келген келінді шымылдық ішіне отырғызады. Оны беташар салты жасалмай, қыз келіншектерден басқа ешкімнің көруіне болмайды. Ертеңіне ағайын туыстар жиналып, келіннің басына ақ орамал жауып, әулеттің үлгілі келіндері екі жағынан қолтықтап ортаға алып шығады. Беташардың тәрбиелік мәні зор. Сондықтан келіншектің екі жағына тұратын әйелдердің жесір не жеңіл мінезді болмауы қатаң ескеріледі. Келіннің басындағы орамалдың бір ұшына теңге салып түйіп, оны домбыраның мойнына не таяққа байлайды. Асаба келінге ата-енесін, үй үшін, туыстарды таныстырып, қандай туысқан екенін, қадір-қасиетін өлең жолдарымен жеткізіп, жиналғандардың атын атап, келінге әрқайсысына жеке-жеке сәлем жасатады. Жас келінді келген еліне сыйлы, әдепті, еңбекшіл, үлкен мен кішіге ізетті болуға үндейтін өнегелі жыр айтылады. Сәлем алған адамдар ортада тұрған ыдысқа ақша салады. Той иелері асабаға ризалығын білдіріп, құнды сый тартады. Оның бет ашу өнері көптің көңілінен шықса, сол әулеттің қадірлі қонағы саналатын болған. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық деген мәтел осыған дәлел.